Құрметті ата-ана, сіз балаңыздың бос уақытын тиімді қамтылуына мүдделісіз бе? Ендеше сіздерге балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау деген қызметті таңдауды ұсынамыз. Бұл видео арқылы біз Атырау облысының мемлекеттік қызметтер порталына тіркелу ретін, авторлану жолдарын және мемлекеттік қызметті қалай онлайн алуға болатынын үйренетін боламыз. Порталмен жұмыс істеу үшін бізге міндетті түрде интернет желісіне қосылған компьютер және де кез келген өзіңізге ыңғайлы интернет браузер, қолданыстағы жеке ЭЦқ, яғни электрондық цифрлық қолтаңба, компьютерге орнатылған және іске қосылған NCLR бағдарламасы қажет болады. Порталға кіру үшін браузердің іздеу жолына e-қызметтер.kz деп тереміз. Тіркеуден өту үшін тіркелу батырмасын басып, ашылған тіркеу нысанында жазылған талаптарға сәйкес құпия сөз ойлап табуымыз керек. Құпия сөзді қайталап енгізіп, электронды почтамызды көрсетеміз. ЭЦқ сертификатын таңдау батырмасын басып, РСА сертификатын таңдаймыз. Пайдаланушы осы келісімшартпен танысты және оны қабылдайды деген жерге белгі қойып, тіркелу батырмасын басамыз да РСА сертификатымен қол қоямыз. Сонымен сіз портал тіркелушісіз. Порталға кіру үшін басты беттегі кіру немесе жеке кабинет сілтемесін басамыз. Сізге авторизациядан өтудің екі түрлі амалы ұсынылады. Біріншісі логин және құпия сөз арқылы. Логин деген жерге жеке сәйкестендіру нөмірін толтырамыз, ал құпия сөз деген жерге тіркелу барысында ойлап тапқан құпия сөзді жазамыз. Екінші амал электрондық қолтаңба арқылы кіру. Сертификатты таңдау батырмасын басып, ауыз, яғни бірінші сертификатпен қол қоямыз. Авторизациядан кейін пайдаланушының жеке кабинет ашылады. Жеке кабинет 4 бөлімнен тұрады. Қызметтер каталогы, өтінімдер, құжаттар, параметрлер. Жеке кабинеттің сол жағында екі ақпараттық блок орналасқан. Негізгі ақпарат пайдаланушының жеке ақпаратын көрсетеді. Соңғы әрекеттер жүйеге кіру, жеке кабинет баптауларындағы өзгерістер және пайдаланушының соңғы әрекеттерін көрсетеді. Параметрлер бөлімі. Бұл бөлім пайдаланушыға электрондық почта мекенжайын, парольді өзгертуге, байланыс телефонын қосуға немесе өзгертуге, сондай-ақ көрсетілген электрондық почтаға келетін хабарландыруларды баптауды мүмкіндік береді. Құжаттар бөлімі. Қолданушыға өтініш беру кезінде жиі қолданылатын құжаттарды жүктеп қоюға мүмкіндік береді. Құжатты қосу үшін жаңа құжатты қосу түймесін басамыз. Содан кейін құжатты қосу терезесі ашылады. Файл түрін көрсете отырып, файлды таңдаңыз түймесін басып, бір немесе бірнеше файлды таңдай аламыз. Файлдарды таңдағаннан кейін сақтау түймесін басамыз. Өтінімдер бөлімі. Бұл бөлім өтініштердің статусын бақылауға және қызмет нәтижелерімен танысуға арналған. Ыңғайлы болу үшін бұл бөлімде өтінімнің атауы немесе нөмірі, сондай-ақ жасалған күні бойынша іздеу бар. Өтінімдер тарихында өтінімнің жасалған күні, статусы, статустың өзгеру тарихы, сондай-ақ қызмет көрсету нәтижесі көрсетіледі. Қызметтер каталогы бөлімі. Бұл бөлімде мемлекеттік қызметтер каталогы ұсынылған. Жоғарыдан қызметтердің атау бойынша іздеу қарастырылған. Сіз таңдаған балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау қызметін қалай алуға болады? Ол үшін қызметтер каталогынан қызметтің атауын теру арқылы қызметке өтесіз. Бұл қызметте балаңыздың бос уақытын тиімді қамтылуына, қабілетінің дамуына, қызығушылығына қарай үйірмелердің қызметі ұсынылады. Сіздер үшін қосымша білім беру ұйымдарының есіктері ашық. Көрсетілген білім беру ұйымдар атауларын шерту арқылы мекемелердің қызметі туралы толық ақпараттар ала аласыз. Қызметтің атауына шерту кезінде қызметті онлайн немесе мемлекеттік органда қалай алуға болаты туралы ақпараты бар қызмет карточкасы ашылады. Қызметті алу батырмасын басамыз. Бұдан әрі толтырудың қадамдық нұсқаулығымен өтінім нысаны ашылады. Қызметті қалай алуға болады деген нұсқаулық бойынша өтінімді толтырасыз. Орындаушы ұйымды таңдайсыз. Қызмет алу түрін көрсете отырып, келесі батырмасын басасыз.
Өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін және құжаттың берілген күнін белгілейсіз. Жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесін саласыз. Ол үшін қойма батырмасын басып, құжаттың көшірмесін құжаттар бөлімінде алдын ала сақталған жерден немесе компьютерде сақталған жерден ала аласыз. Келесі мекен-жайыңызбен байланыс телефоныңызды көрсетесіз. Оқушының жеке деректерін толтырасыз. Оқушының аты-жөнін, ЖСН-ін, туу туралы куәлігінің және 035 нысандағы медициналық анықтаманың электрондық көшірмесін саласыз. Әлеуметтік көмекке мұқтаждардың санатын белгілейсіз. Жеке деректерді өңдеуге келісіміңді растайсыз. РСА сертификатымен қол қойып, өтінішіңізді жауапты органдарға қарау үшін жібересіз. Жіберілген өтінім құжаттар бөліміндегі өтінімдер тарихында орналасады. Өтінім орындалғаннан кейін өтінімнің оң жағындағы сілтемені басып, тіркелді деген жерден PDF форматындағы құжатыңызды бірден жүктей аласыз. Бұл қызмет балаңыздың шығармашылығын дамыту арқылы оның өзін-өзі тануға, жетілдіруге, болашақ мамандығына кәсіби бағдар алуға мүмкіндік береді.